Егер үйіңізде желінбей қалған немесе қатқан нандар болса, оны тастауға асықпаңыздар. Қыздар наннан өте керемет дәмді болып шығатын пицца жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларға да өзімізге де қатты ұнады. Күнделікті өзіміз қолданып жүрген лепешка, табанан, булканан барлығы жарай береді әрине. Екі түрін көрсетемін. Біріншісі осылай 4 бұрыш майды етіп тураймыз. Үстіне жұмыртқа және сүтімізді құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Дәл осыдан 2 пицца шығады, қыздар. Пергамент қағазымызға орналастырамыз. Бұл кезде печкамызды қыздырып қоямыз. Үстіне кетчуп, майонез, колбаса, сырымызды сеуіп, қызып тұрған 180 градус духовка печкада 10 минут пісіріп аласыздар. Қыздар, дәл осылай булкананды да жасайсыздар. Осылай қатар қойып, үстіне кетчуп, майонез және де колбаса, сыр барлығын саламыз. Бұны да 10 минутқа қойып алатын боласыздар. Өте дәмді, керемет және ең бастысы оңай пиццамыз дайын болды. Балаларың сұрағанда жасап беріңіздер. Парақшам пайдалы, лайк басып тіркеліп қолдап кетіңіздер.